Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Монстер, және де біз бүгін үш пальцамен, үш саусақпен қалай ойнау керектігін үйренеміз достар. Сендерге управлениясын көрсетемін да, өзім шығарғанын қайтып көрсетемін достар. Достар, бұл өте оңай деп айта алмаймын, бірақ та достар, сендер үш пальцамен ойнайтын болсаңдар, сендерге бұрынғыдан қарағанда жеңілдеу болады, бірақ басында бастағандарға неудобно болуы мүмкін, сондықтан да көп жаттау керек. Әзірше үш саусақпен ойнағысы келгендерге әзірше рейтинг көтермей ақ қойыңдар достар, түсіп кетеді. Ең алдымен настройкаға кіреміз. Управление, достар, управление. Міне мына жерде, мынаны біз басқа бір, мысалы мына жерге қоя салайық. Ал мына секретінді мынаған қоямыз да, мынаған қоямыз. Секретінді достар, мына қызыл зонадан асып қойыңдар, сонда мынау мына жаққа кетіп қалмайды да. Мысалы сендер мынаның басында мына кетіп қалады, мына да сондай болуы мүмкін достар. Мынаны сәл былай қарай не істейміз, мынау былай тұрады. Жүгіресіңдер, секіресіңдер де атасында достар. Бұл өте удобно болады достар. Кешіріңіздер, мен тұмауратып жатырмын. Міне осындай болды. Жүргізетін сәтше басып жатырмыз. Норм. Жоқ, секретімді басып қала бересің. Достар, осымен видео аяқталмайды достар. Сендерге айтатын боламын, бұның қалай іске асатынын, яғни оның не пайдасы бар. Видеоның басында айтуды ұмытып кетіппін, вообще ойыма түспепті достар. Енді видеоның соңында айтқалы жатырмын. Бұл үш пальцамен ойнаған кезде сендердің жылдамдықтарын көбейеді, яғни секірудің орнына отыратынды басып сендер бутылкада жасай аласыңдар достар. Бутылкада жасай аласыңдар. Және де оны мына жүретін жанына қойсаңдар да болады. Ол үш пальцаға жатпайды, бірақ та сендердің жылдамдықтарын көбейеді достар. Маған ол неудобно, сондықтан мен оны қоймай жүрмін. Сендерге үш пальцамен қалай ойнау керектігін дегенде оның пайдасын айтқан болатын достар. Пайдасы өте зор, жылдамдықтарын кәдімгідей көбейеді достар. Үш пальцамен ойнайтындар ойнаңыздар, ойнамайтындар ойнамаңыздар достар. Алынше сендермен болған мен Монстер. Алынше давайте достар.